Нарываю. Мама қосып ал. Қайтарма. Бәттір. Үйге барсың еш бәрін істеп тұрсың бияқта. Жинамайын. Мен телевизор көремін. Şu алайын. Біреу алайын. Ama 6 aldım. Hey. Достар, нан пісем дегенше сіздерге пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Менің аяғым ауыр, 3-ші буфеме жүктімін және менде геморрой шығып кетті жақында. Негізі алдыңғы 2-ші жүктілігімде мені босанғаннан кейін ғана геморрой мазалап, содан кейін барып жоқ болып кететін. Ал енді осыда 2 қабат кезінде шығып тұр. Енді осыдан құтылғандар бар ма? Көп дәрілер бізге болмайды. Сол себептен мен өзім қалай емдеп жатырғанымды сіздерге айтайын. Негізінен геморрой 2 түрге бөлінеді, ішкі және сыртқы. Менікі сыртқы болып күшенген кезімде солай сыртқа қарай шығып кетті, буфе босанып жатқан кезімде. Маған 2 қабат кезде көмектескен дәрілердің бірі бұл Green Life компаниясының алоэ гелі. Осы гельді пайдаландым және мынандай салфеткасы бар, бамбуктен жасалған. Былай көрсін, осындай салфеткасы бар, бамбуктен жасалған, жақсы дейді. Маған осы көмектесті. Қызыл майын свечасын салдым. Бұны холодильникке мұздатып қойып салдым. Ісіп тұрады, ашит, мұздатып барып салған кезде салқын сумен жуыну керек, жылы сумен жуынбаңыздар. Салқын сумен жуынып, осы свечаны салдым. Қызыл майын свечасын, негізі релиф свечаны да салған болатынмын. Бірақ көп салмадым, оны қорықтым, өйткені 2 қабат жүктілерге онша болмайды деген релиф свеча. Одан көбіне осы қызыл майын свечасын салдым да, осы алоэ гель мен жаңа салфетканы маған берді, жақсы көмектеседі деп. Осы екеуін салғаннан кейін көзім ашылды кәдімгідей. 2-ші жүктілігімнен кейін қатты шығып кетті, менде сыртқа қарай. Сол кезде маған ихтиоловый маз деген көмектесті. Мазды кәдім салқын суға жуынғаннан кейін соны жағып бентпен орап қойдым. 2 күн қатарынан істедім кешкісін. Содан кейін барып, жоқ кешкісін азанда істедім. Содан кейін барып мазалап шықпаған тұғын. Осы 3-ші жүктілігімде 6 айлығымда пайда болып тұр. Негізінен марганцовкаға қойылап отырыңдар деп айтады. Ол күйдіріп және бүрістіріп тастайды. Сол себептен үлкен дәретке шығу одан сайын қиындап кетеді. Марганцовканы қолданбаңыздар. Барынша ихтиоловый маз болмаса халық емінен қойдың құйрық майы жақсы дейді. Маған көп адам айтты. Менің үйімде ол болған жоқ. Қойдың құйрық майын шикілей күйдірілмеген құйрық майды кесіп алып, кішкене жібітіп, содан кейін барып лейкопластырмен жаңағы ісіп тұрған жерге басу керек екен. Сол кезде ол барлық ішіндегі ісіп тұрған нәрсенің барлығын суырып алады екен құйрық май. Бір халық емі бұл картошканы теркіден өткізіп, сол азаннан кешке дейін ауыстырып тұрасыздар енді. Солай ауыстырып 2 мезгіл, 3 мезгілден саласыздар. Картошканы теркіден өткізіп, ол да тоже халық еміне жатады екен. Солай жасап көріңіздер, кім қиналып жатыр геморройдан. Достар, негізінен геморрой бұрынғы кездегідей жасыратын, ұялатын нәрсе емес. Сондықтан да
егер сіздерде пайда болса, ол міндетті түрде дәрігерге көріну керек деген сөз. Мен де ойлағам, егер геморройым қайтпаса кесарево келсемін деп. Өзім естественный, өзім туа алмайтын шығармын деп ойладым. Одан сайын жаман болып кетер деп. Содан кейін барып шамалы жазылғаннан кейін уже есімді жинадым. Енді Алланың қалауымен көреміз бұйырған нәрсесін. Бала оңынан келіп жатса босанамыз. Әуелі Құдай. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай пайдалы видеолар шығарып тұратын боламын. Сәлем де. Атың кім сен? Омар де. Машина баттı. Тәте қайда? Тәте шыққа тәжеді. Сені алып кеткен жоқ па тәте? Жоқ. Қайда кетті? Қайда жүрмеді. Тәте қайда кетті? Қайда жүрмеді. Қалпағын өзі киіп алған. Теріс қарады. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пайдалы видеолар шығарып тұрамын. Балаға қатысты да, әйелдерге қатысты да, және өзімізге қатысты лайфхактармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менде наным пісіп жатыр. Сая ападем болып пісті. Енді екінші наным салам. Міне жерде тұр.